Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат Жаңа оқу жылы жасанды құтты интеллект болсын. арқылы фотоны қалай сөйлетуге болатынын талдайтын боламыз. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына DID деп жазуларыңыз керек. Тегін платформа 20-ға дейін, яғни 20 рет тегін қолдана аласыздар. Одан кейін басқа аккаунтпен тіркелсеңіздер болады. Ең бірінші әрине тіркеліп алу керек. Басты беттен қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударып алуға болады. Мінекей создать видео дегенді басамыз, сары мінекей жоғары жағында тұр. Содан кейін дайын аватарларды пайдалануға болады. Немесе қосу белгісін басып, өздеріңіз таңдаған қандай да бір фотоны, алдын ала дайындап қойған фотоңызды қойып қоясыз. Сіздер қазақ тілін таңдау керек боласыздар. Және де бұнда екі дауыс ұсынылады, Дәулет және Айгүл. Әрине, Абай, Азамат болғандықтан ердің дауысы керек, біз Дәулетті таңдаймыз. Және де осы жерде бір түйткіл бар. Көп компьютерлерде интернет желісінен бе, әлде жалпы осы платформаның кейбір қиындығы ма, бірден Дәулетке ауыспайды. Ол үшін мына бір батырманы басасыздар. Сол кезде ғана ағылшын тілі автоматты түрде қазақ тіліне ауысады. Одан кейін арнайы батырманы басып, мәтінін енгізесіз. Мен жазатын мәтін жаңа оқу жылы құтты болсын дейік мысалы. Ендігі кезекте экранның оң жағындағы сары батырманы басамыз, видео дайын болады. Бұған бір 5 секунд жеткілікті. Қажетінше видеоны тыңдап алғаннан кейін, егер қажет болып жатса, көңілдеріңізге жақса, видеоны жүктеп аласыздар. Кәделеріңізге жарасын, сау болыңыздар. Келесі сабақ жасанды интеллекттің басқа түріне арналмақ. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.